Иса әл-Мәсіхтің екінші рет көктен келетініне сену Құранда қамтылған және ғасырлар бойы ірі ислам ғұламалары тарапынан қабылданған. Бұл қияметтің белгісі деп есептеліп, келесі аятта айтылған. Күдіксіз, Иса әл-Мәсіх қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтан оған, яғни қиямет мезгіліне күдіктенбей, маған еріңдер. Міне осы тура жол, делінген Зүхруф сүресінің 61 аятында. Юсуф Әли қайта тірілуге дейінгі соңғы күндерде Иса әл-Мәсіх екінші рет көктен жерге келгенде, оның атымен өтетін жалған ілімдерді жойып, содан кейін Иса әл-Мәсіх бірлік пен татулықтың сүйінші хабарына, Құранның тура жолына, әлемді бір тұтас билік астында және бір тұтас исламды қайта жаңғырту үшін түседі, деп бұл аятқа түсініктеме береді. Ғалым бұл аятта Иса әл-Мәсіхтің қайта тірілуге дейінгі соңғы күндерде екінші рет келетіні түсіндірілетінін дұрыс атап өтті. Бұл Иса әл-Мәсіхтің кемелденген жасқа жеткенше, яғни 40 жасқа дейін көп жылдар күтпейтінін сөзсіз түсіндіреді. Сонымен қатар, оның мәлімдемесінде қиямет күніне дейінгі жылдар туралы емес, Иса әл-Мәсіхтің екінші рет келуі қиямет сағатының келгенін білдіреді дейді. Бұл да Құранда айтылатын қайта тірілуге дейінгі уақытты білдіретін оймен тағы да сәйкес келеді. Хадисте Әбу Хурайрадан Аллах елшісінің «Жаным қолында болған Аллахпен ант етейін, көп ұзамай Мәрием ұлы саған әділ үкім шығарушы ретінде келеді», деп Исаның екінші рет келуі туралы әңгіме келтіреді. Бұл хадис Юсуф Әлидің айтқысы келгенімен және Құранда айтылған Иса әл-Мәсіх қиямет мерзімінің, яғни сағатының белгісі дегенмен сәйкес келеді. Пайғамбарымыз Иса әл-Мәсіхті адамзатқа әділ үкім шығару үшін көктен екінші рет келетінін көрсету арқылы барлық күмәнді сейілтеді. Бұл Исаның қиямет сағатында келетінін, яғни қайта тірілтілу алдында келетінін тағы да дәлелдейді. Бұл туралы толық оқып шығатын болсақ, Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Аллах елшісі «Жаным қолында болған Аллахпен ант етейін, сендерге Мәриямның ұлы әділ басшы ретінде келеді де, крестерді сындырады, шошқаларды өлтіреді, жизаны жояды, мал дүниені жайына қалдырады, оған ешкім ұмтылмайтын болады, дұшпандық, жек көрушілік және қызғаныш жоғалады» деген, деп әңгіме келтіреді. Әбу Хурайра былай деген: «Егер қаласаңыздар оқыңыздар, кітап иелері Исаға өлуінен бұрын әлбетте иман келтіреді, және қиямет күнінде ол оларға куә болады», делінген Ниса сүресінің 159 аятында. Бұл жерде Иса әл-Мәсіхтің адамзатқа үкім шығару үшін келетіні айтылады, және бұған таңғалудың қажеті жоқ. Өйткені Әз-Зухруф сүресінің 61 аятында сондай-ақ оның келуі қиямет мезгілінің белгісі екені айтылады. Сондықтан да бұл хадистерде оны үкім шығарушы немесе әділ басшы деу Құранға қайшы келмейді. Алайда, жоғарыда келтірілген хадисте айтылғандай, егер ол адамзатқа үкім шығарушы болса, және Әз-Зухруф сүресінің 61 аятында айтылғандай, оның келуі қияметтің нақты белгісі болса, оған жылдар бойы күтіп үйленіп, балалы болу керек пе? Егер қиямет күнінің әкелуіне әлі біршама жылдар болса, Аллах оны қиямет мерзімінің белгісі ретінде көктен жерге жіберер ме еді деген сұрақтың туындауы әлбетте орынды. Мәриям ұлы Иса әл-Мәсіхтің екінші рет келуіне қатысты хадистердің барлығын осы жерде тізбелеу үшін тым көп. Дей тұра, оның қайтып оралғаннан кейін не болатыны туралы негізгі ойларға тоқталып өтейік. «Жаным қолында болған Аллахпен ант етейін, сендерге Мәриям ұлының түсуі жақын қалды. Ол әділ билік жүргізіп, крестерді сындырады, шошқаларды өлтіреді, жизаны жояды, мал дүние асып тасып, оны алатын ешкім болмай қалады». Сосын Әбу Хурайра: «Егер қаласаңдар оқыңдар, кітап иелері Исаға өлуінен бұрын әлбетте иман келтіреді,
және ол қиямет күнінде оларға куә болады, деп Ниса сүресінің 159 аятында айтылған, депті. Және Әбу Хурайраның сөзінен Аллах елшісі, Аллахтың атымен ант етемін, Мәриямның ұлы міндетті түрде түседі, яғни көктен жерге келеді, және сендерге әділ үкім шығарады, крестерді сындырады, шошқаларды жояды, және жизаны жояды, жас түйелерді, мал дүниені жайына қалдырады. Оған ешкім, яғни адамдар, сатып алуға ұмтылмайтын болады. Дұшпандық, жек көрушілік және қызғаныш жоғалады. Сол кезде ол адамдарға ақша ұсынады, бірақ ешкім алмайды, деп келтіреді. Тағы бір хадисте олар шайқасқа дайындалып, саптарын түзеп, намаздың басталғанын жариялаған кезде Мәриям ұлы Иса көктен түседі. Ол оларды дұғамен басқарады. Аллахтың дұшпаны оны көргенде тұздың судай ерігеніндей ери бастайды. Егер, яғни Иса, оған тимегенде, яғни өтірікшіге тимегенде, ол толықтай еріп кетер еді. Бірақ Аллах оны Исаның қолымен өлтіріп, оларға оның қанын өзінің найзасымен көрсетеді, деп келтіреді. Пайғамбарымыз, менімен оның арамызда пайғамбар жоқ, деді. Ол Исаны меңзеген. Ол міндетті түрде көктен түседі. Оны тану үшін оның белгілерін есте сақтаңдар. Тәні қызыл мен ақ түске жақын келген, таралған шашы моншадан шыққандай теп-тегіс, және құлағынан төмен түсіп, иығына жетіп тұратын ер кісі. Ол әділ билік жүргізіп, крестерді сындырады, шошқаларды өлтіреді, жизаны жояды, және Аллах исламнан басқа сол кездегі барлық діндерді жоққа шығарып, дәжжалды өлтіреді. Хазіреті Иса жер бетінде 40 жыл өмір сүргеннен кейін қайтыс болады, және мұсылмандар оның жаназасын шығарып жерлейді, деп келтіреді. Жабир ибн Абдуллах риуаят еткен хадисте пайғамбар, үмбетімнен бір топ ақиқат үшін қияметке дейін соғыса береді. Сол кезде Мәриям ұлы Иса түседі. Олардың әмірлері, кел, бізге намазда иман бол, дейді. Ол, жоқ, Аллахтың бұл үмбетке деген құрметі, сендер бір-бірлеріңе әмірсіңдер, деп айтады, дейді. Пайғамбарымыз дәжжалдың оқиғасын баяндау кезінде сол уақытта мұсылмандардың арасында кенеттен Мәриям ұлы Иса әл-Мәсіх пайда болады. Содан кейін адамдар намазға тұрып, «Уа Аллахтың рухы, алға шық, намазға иман бол», деп өтінеді. Бірақ ол, жоқ, өздеріңнің имамдарың алға шығып намазды бастау керек, дейді. Сосын таң намазын аяқтап, мұсылмандар дажжалмен соғысуға шығады. Ол былай деді: өтірікші Иса әл-Мәсіхті көргенде судағы тұздай ери бастайды. Содан кейін Иса әл-Мәсіх оған жақындап, оны өлтіреді. Сонда ағаштар мен тастар, «Уа Аллахтың рухы, міне менің артымда яһудилер тығылып жатыр», деп айғайлайды, деді. Осылайша Иса әл-Мәсіх өлтірмеген дажжалдың жақтастарының бірде-біреуі қалмайды, делінген. Ән-Науас ибн Саман Аллах елшісінің, Аллах Мәриям ұлы Мәсіхті жібереді. Ол екі періштенің қанатына қолын қойып, Дамасктың шығыс жағындағы ақ мұнараның жанына қолын екі періштенің қанатына қойған халде түседі. Оның сары бояумен боялған екі киімі болады. Басын төмен түсірсе, тер тамшылайды, ал көтергенде тамшылары, яғни тері, інжу маржандай ағып түседі. Және оның тынысының иісін иіскеген кез келген кәпір міндетті түрде өледі. Және тынысы көзге көрінетін жерге таралады. Содан кейін ол жалған Мәсіхті, дәжжалды іздеп, оны Лют қақпасының жанында қуып жетіп өлтіреді. Содан кейін Аллах жалған Мәсіхтен қорғаған адамдарға Мәриям ұлы Иса келіп, олардың жүздерін сүртіп, оларға жәннаттың қай жерлерінен орын алатынын айтады, дегенін жеткізеді. Сосын Абдуллах былай деді: Аллах елшісі, үмметімнің арасында өтірікші ад-Дажжал шығады, және олардың арасында 40 күн, 40 ай, немесе 40 жыл қалады. Сонда Аллах Урва ибн Масудқа ұқсайтын Мәриям ұлы Исаны жібереді де,
Иса өтірікшіні іздеп тауып өлтіреді. Осыдан кейін адамдар 7 жыл өмір сүреді, және олардың ешқайсысының арасында дұшпандық болмайды, деп келтіреді. Тағы бір әңгімеде, содан кейін таңертең Мәриям ұлы Иса әл-Мәсіх мұсылмандарға қосылады. Сосын қабырғалар мен ағаштардың тамырлары, «Ей мүмін, міне, менің артымда бір кәпір жасырынып жатыр, кел де оны өлтір», деп айғайлағанша, Аллах Дәжжал мен оның әскерін қуғынға ұшыратады, делінеді. Және содан кейін Иса әл-Мәсіх түсіп, Аллах Дәжжалды Афик асуында өлтіреді, делінген. Тағы бір хадисте, мұсылмандардың имамы таң намазына имандық ету үшін алға шыққан уақытқа дәлме-дәл тура Мәриям ұлы Иса әл-Мәсіх көктен түседі. Имам Иса әл-Мәсіхтің алға шығуы үшін, яғни намазға имандық ету үшін артқа шегінеді. Бірақ Иса әл-Мәсіх екі қолын иығына қойып, «Жоқ, сен имандық етуің керек, өйткені жамағат сенің соңынан еруге жиналды», дейді. Осылайша имам намазға имандық етеді. Сәлемдескеннен кейін Иса әл-Мәсіх «Қақпаны ашыңдар», дейді. Сонда қақпалар ашылады. Сыртта Дажжал 70 000 қарулы евреймен бірге көрінеді. Иса әл-Мәсіх қараған бойда ол судағы тұздай еріп қаша жөнеледі. Иса әл-Мәсіх «Мен сені тірі қалдырмайтын соққымен ұрамын», дейді. Сөйтіп ол оны Лоттың шығысқа қараған қақпасында қуып жетіп, Аллах яһудилерді құртады. Ыдыс суға толғандай, осылайша жер беті мұсылмандарға толады. Бүкіл әлем бір кәлиманы, яғни сөзді оқып, оны ұстанады. Аллахтан басқаға құлшылық қылмайды, делінген. Әннәс ибн Мәліктен жеткен хадисте Аллах елшісі өтірікшінің, яғни әд-Дәжжалдың соңынан тайласан шапанын киген Исфаханның 70 000 яһудейі ереді деген, деп келтіреді. Әл-Джаузаки кейбір алдыңғылардан сенің имамың болады дегені Иса Інжіл бойынша емес, Құран бойынша билік етеді, деп риуаят етеді. Умму Шариктен «Мен Аллах елшісінің адамдар Дажжалдан тауларды паналап қашады деп айтқанын естідім. Ол сұрақ қойып, ол күні арабтар қайда болады деді. Олар аз болады деп айтты, деп келтіреді. Тағы да мұсылмандар яһудилермен соғыспайынша, мұсылмандар оларды өлтірмейінше, яһудилер тастың немесе ағаштың артына тығылып, тас немесе ағаш, «Ей мұсылман, Аллахтың құлы, менің артымда яһуди тығылып тұр, келіп оны өлтір». Бірақ гаркат ағашы айтпайды, өйткені ол яһудилердің ағашы деп айтады, деп келтірілген. Енді Иса әл-Мәсіхтің жерге түсуінен кейінгі оқиғалардың қысқаша мазмұнына тоқталып кетейік. Кейбір ғалымдар Иса әл-Мәсіх көктен түскен кезде не болатынын куәландыратын әртүрлі хадистерге сүйене отырып келесі тізімдерді тізбектейді. Біріншіден, Иса көктен жерге түсіп, жер бетінде қалады дейді. Екіншіден, оның түсуі үмметтің соңғы дәуірінде болады. Ол әділ билеуші, әділ үкім шығарушы болады. Оның үмметі халифтерден, яғни орынбасарларынан тұрады. Ол Құран мен хадистерге сүйеніп, өзі әрекет етеді, және басқаларды тура жолға салады. Ол жерге түскеннен кейін 40 жыл жер бетінде болады. Бұл исламның бірінші дәуірінен кейінгі үмметтің ең жақсы дәуірі болады. Аллах сахабаларын жаханнамнан сақтайды, яғни тозақтан сақтайды, дейді. Хазіреті Исаға еріп, өз өмірлерін арнап, исламды құтқарғандар Аллахтың ең сүйіктілерінен болады. Бұл кезеңде исламнан басқа барлық діндер жойылып, дүниеде кәпір, яғни имансыздар қалмайды. Жихад тоқтатылады. Кәпірлерден хираж, яғни ауыл шаруашылық салығы да, жиза, яғни қорғау салығы да алынбайды. Байлық пен мал мүлік басқаның байлығын керек етпейтіндей дәрежеде мол болады. Әркім тәуелсіз болады. Зекет, садақа, кедейлерге садақа беру, және садақа немесе ерікті садақа алу тоқтатылады.
өйткені оларды алатын кедей болмайды. Адамдар сәждені, яғни Аллахқа сәжде қылуды дүниеден де және оның қызығынан да артық жақсы көреді. Жер бетіне әр түрлі діни және дүниелік нығметтер түседі, яғни көптеген халал заттар жаратылады. Осылайша Исаның жердегі болуы кезінде тыныштық пен келісім орнайды. Тіпті екі адамның арасында 7 жылға дейін қастастық болмайды. Барлық жүректер сараңдықтан, көралмаушылықтан, өшпенділіктен, жауыздық пен қызғаныштан таза болады. 40 жыл бойы ешкім ауырмайды, өлмейді. Барлық улы жануарларды уынан тазартады. Жылан мен шаян ешкімге зиян тигізбейді. Ондай мақұлықты бала қолымен аузына салса да зияны тимейді. Жабайы жануарлар ешкімге зиян тигізбейді. Егер адам арыстанның жанынан өтсе де үрейленбейді. Оған зияны тимейді. Тіпті бір қыз аузын ашып бірдеңе істей ме екен деп тексеріп көрсе де оған зияны тимейді. Түйелер арыстандар арасында, гепардтар малмен, шакалдар ешкілер арасында жайылады. Жердің құнарлығы сонша, тасқа тұқым ексе де көктеп шығады. Анардың үлкендігі сонша, оны бүкіл жамағат жабылып жейтін болады. Ал қабығын адамдар көлеңке ретінде пайдаланады. Сүттің берекесінің көп болатыны сонша, бір түйенің сүті бір жамағатқа, бір сиырдың сүті бір руға, бір ешкінің сүті бір отбасына жететін болады. Қысқасы, Иса әл-Мәсіх түскеннен кейінгі өмір жанға жағымды, бақытты кезең болады, делінген. Осы толықтай түзілген тізімге сүйене отырып, тек жақсы өмір болып қана қоймай, зұлымдықтың, қылмыстың, кедейлік пен қайыршылардың болмайтынын, және адамдар жыртқы шаңдар зиян тигізбейтін ортада өмір сүретінін түсінеміз. Бұл сот шешімін кейінге қалдыруға еш негіз жоқ деген алдыңғы сөзімді растайды. Оның адамзатқа үкім ететіні туралы жоғарыда келтірілген хадистер мен оның келуі қиямет мерзімінің белгісі екендігі туралы Құран аятындағы оның екінші рет келетін уақыты үкім шығарылатын қиямет алдын, жәннаттықтар мен тозақтықтардың ажыратылар алдын болатынын көрсетеді. Иса әл-Мәсіх қайта келгенде адамдар дұшпандық, арамдық, өшпенділік, күншілдік, ауру, өлім, жоқшылық және зиянсыз өмірде өмір сүретін болса, Иса әл-Мәсіх қайта келгенде адамдар дұшпансыз, арамдықсыз, өшпенділіксіз, күншілдік пен аурусыз, өлімсіз, жоқшылықсыз және зиянсыз өмірде өмір сүретін болса, бұл бүкіл адамзат аңсап күткен жәннат рахатын білдірмей ме? Бұл хадистерден байқағандарыңыздай, Исаның келуі қиямет мерзімінің белгісі емес, яғни үкім шығарылатын сәттің жеткенін емес. Керісінше, Иса әл-Мәсіхтің екінші рет көктен жерге түсуінің нәтижесінде жерде жәннаттың орындалуымен сәйкес келеді. Және оның үйленуі мен өлімі туралы Термизидің айтуынша, Иса әл-Мәсіх жерге түскеннен кейін ол үйленіп, балалы болып, жер бетінде 19 жыл өмір сүреді. Ол қайтыс болғанда Мұхаммед пайғамбардың жанына жерленеді, деп келтіреді. Байқағандарыңыздай, әрине бұл өте маңызды сұрақтар туғызады. Бұл оқиғалардың қалай және қандай тәртіппен орындалатыны сұрақтар туғызып қана қоймай, үлкен күмән тудырады. Жоғарыда келтірілген хадистерде айтылғандай, 40 жылға өлім тоқтатылатын болса, 19 жылдан кейін Исаның өлетінін қалай түсінуге болады? Сонда оның келуіндегі мақсаты қандай дейтін сұрақ қоятын болсақ, бұл үшін Иса әл-Мәсіхтің көктегі Аллахтың жанындағы өз тұрағынан жерге оралуының мақсатын түсіну өте маңызды. Себебі оның нені тоқтататынына көңіл бөлгенше, оның көктен қайтып келгендегі мақсатын жүзеге асыруы үшін неден бастайтыны маңыздырақ. Оның екінші рет көктен жерге келуімен жерде жұмақтың көрінісі орын алып, барлық адамдар тыныштық пен қауіпсіздікте, байлық пен саулықта және өмірден ләззат алатыны айтылады. Бұл Исаның қиямет мезгілінің белгісі екендігін анық растайды.
Бұл Құранда Зухруф сүресінің 61 аятында айтылған Исаның қиямет мезгілінің белгісі екендігін анық растайды. Бірақ бізді толғандырар негізгі сұрақ, Иса әл-Мәсіх Аллахтан бірінші рет келгенде неліктен жер бетінде 33 жыл ғана өмір сүріп, Аллахқа қайта қайтарылды? Және неліктен екінші рет келуіне дейін Аллахтың жанында 2000 жылдан астам өмір сүрді? Оның жерге бірінші рет келуі мен екінші рет келуінде Аллахтың ерекше жоспарлаған мақсатының болуы сөзсіз.